Әлемдік нарықтағы неміс тауарларына деген тапсырыс көлемі маусым айында жасалған болжамдардан асып түсті. Бұл жөнінде Германияның экономика министрлігі хабарлайды. Негізгі өсім сыртқы нарықтың есебінен болып отыр. Неміс зауыттары маусым айында шетелдік тапсырыстар көлемін 4,8%-ға арттырған. Ал ішкі нарықтағы тапсырыс көлемі керісінше 2%-ға төмендеген. Бұдан бөлек германиялық өндіріс құрал-жабдықтарына деген сұраныс артуда. Ал тұтыну тауарларына бұрынғысынша мамыр айындағы төмен көрсеткішпен қалды. Келесі аптада Германияның жалпы ішкі өнімінің көлемі белгілі болады. Францияда екінші банк саналатын Société Générale банкі 2015 жылдың екінші жартысында 1,35 миллиард еуро таза табыспен 2007 жылдан бері қайталанбаған үздік нәтижені көрсетті. Банк мұндай табысқа акцияларын сатылымға шығару және шығындарды қысқарту арқылы жеткен. Société Générale'дың Ресейдегі бөлімшесі Росбанк болса, батыс санкцияларының әсерінен қиын жағдайды бастан кешуде. Биылғы жылдың екінші жартысында банкке таза табыстың орнына 45 миллион еуро шығын келген. Бұл бірінші жартыжылға қарағанда 2 есе аз болғанмен, дағдарыстың қаншаға созылары белгісіз. Ал еуро аймақтағы Société Générale акцияларының құны өсуде. Жыл басынан бері 28%-ға қымбаттаса, осы аптада тағы 8,3%-ға өсті. Сицилия бұғазында құтқарылған 400 африкалық мигрант итальяндық жағалау күзет кемелерімен Палермо портына жеткізілді. Еске сала кетейік, бортында африкалық 700 еңбек мигранты бар кеме Ливия жағалауынан 30 шақырым қашықтықта аударылған болатын. Құтқарушылар судан 25 майтты сүзіп алды. 200-ден аса адам із-түзсіз жоғалғандардың қатарына жатқызылды. Соңғы қайғылы оқиға қазіргі таңда біздің мүмкіндігіміздің шектеулі екендігін көрсетті. Мамыр айынан бері біз болып жатқан жағдайларды бақылап, әрі көмек беру мақсатында ұйым тарапынан бірнеше кемелерді жібердік. Алайда бұның өзі жеткіліксіз болып отыр. Басты мақсат адамдарды суға кетуден құтқару, дейді германиялық медициналық көмек көрсету ұйымының жетекшісі Флориан Вестфаль. Италия қаза болғандардың денелерін әлі де іздестіріп жатыр. Италия, Греция және Жерорта теңізі бойындағы елдерге ағылған африкалық заңсыз мигранттардың саны мен жолда қаза болғандардың саны күн санап артуда. Халықаралық миграция ұйымының мәліметінше, қаңтар айынан бері Жерорта теңізінде Европаға ағылған мигранттардан 2000 адам қайтыс болған. ақш-та осыдан 35 жыл бұрын қолды болған Страдивари скрипкасы атақты скрипкашы Роман Тоттенбергтің мұрагерлеріне табысталды. Скрипканың ұрлануына күдікті ретінде музыкант Филипп Джонсон тергелген болатын, алайда нақты дәлелдердің болмауынан іс жабылған еді. Тек Филипп Джонсон қайтыс болғаннан кейін 4 жыл өткесін музыкант үйіндегі футлярдан бір скрипка табылады. Табылған скрипка бірден экспертизаға жөнелтіліп, сол жерде оның 1980 жылы ұрланған Страдивари скрипкасы екені анықталады. Скрипканы алғаш қолыма алғанда тап бір жақын туысындай сезілді, сол скрипка екенін бірден аңғардым. Сондықтан скрипканы алғаш көргенде Эврика деп айқайлағым келді, дейді сарапшы. Ал Тоттенбергтің қарындастары 101 жасқа келіп қайтыс болған әкесіне ұрланған скрипканың жағдайы қатты батқанын айтады. Енді мұрагерлер скрипканы коллекционерге емес, нағыз музыкантқа сатпақ ойлары бар.